Қайырлы күн балалар, бүгін біз сіздермен математика сабағынан 100-ші сабақты қарастырамыз. Бірінші тапсырмаға қарайық. Фотограф объективтен дәл алдында түзу орналасқан текшені көрді дейді. Текше суреттегі жазбадан құрастырылған дейік. Жазбада А, В, С, Д, Е және Ф әріптері берілген. Әріптер текшенің қай жағында болады дейді. Яғни А деген әріп бізге қарап тұрса, арт жағында Д болады. С әріпі оң қол жағымызда болады, Е әріпі сол қолымызда болады. В төбесінде болады, Ф астында болады. Екінші тапсырмада балалар текшені сағат тілімен айналдыр дейді. Үшінші рет айналдырғанда қай сурет сәйкес келеді дейді. Осындай текшені алып, айналдырып, қай суретке сәйкес келетінін дәлелдеп көріңдер. Келесі үшінші тапсырмада кез келген босаған қорапты ал дейді, оны ашып беттерін жаз. Жазбада бірдей қанша фигура шыққанына қара. Тіктөртбұрыштар параллелепипед қабырғаларының ұзындығын жаз дейді. Яғни қорапты ашқаннан кейін оның тіктөртбұрыш параллелепипедтің қабырғаларын өлшеп ұзындығын жазыңдар. Енді балалар біз 5-ші есепке қарайық. Оқып шығайық. Фотограф әр апта сайын мектепке 5 рет барады дейді. Яғни бір аптада 5 рет барады екен. Әр барғанда ол 30 баладан фотосуретке түсіреді дейді. Ол 4 аптада қанша баланы фотосуретке түсіреді дейді. Алдымен есептің шартын құрып алайық. Яғни балалар бір аптада 5 рет барса, бір барғанда 30 баланы суретке түсіреді екен. Алдымен бір аптада неше баланы түсіретінін тауып аламыз. Одан кейін 4 аптада неше баланы түсіретінін табамыз. Ол үшін бір аптада 5 рет барса, 30-ға көбейтеміз 5-ті 150. Яғни бір аптада 150 баланы суретке түсіреді екен. Ал енді 4 аптаны табу үшін 150-ді 4-ке көбейтеміз 600 болады. Яғни 4 аптада 600 баланы суретке түсірген. Мұнда балалар күрделі теңдеуді шешуді қарастырамыз. Ол үшін теңдіктің сол жақ шетін өзін жазып аламыз. Y азайту 165 тең 620-ға 173-ті қосып нәтижесін жазамыз. 793. Белгісіз санды табу үшін 793-ке 165-ті қосамыз. Белгісіз санымыз 958 шықты. 958-ді Y-дің орнына қойып тексереміз. Яғни 793 тең 793-ке шығады. Келесі теңдеуді қарастырайық. Яғни келесі теңдеуде бөлу амалына берілген теңдеу екен. Бұл жерде де теңдіктің сол жақ шетін жазып алып, 54-ті 18-ге бөлгендегі нәтижесін жазамыз. А бөлу 15 тең 3 болды. Белгісіз санды табу үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. Белгісіз санымыз 45 шықты. 45-ті белгісіз санның орнына қойып тексереміз. 3 тең 3-ке болды. Қалған теңдеулерді дәл осылай осыған ұқсас қарастырып шығыңдар. Келесі тапсырмаға қарайық балалар. Терде екі дос жарысуда дейді. Олардың әрқайсысы қанша ұпай жинағанын анықтаңдар дейді. Бірінші алмастікін тауып алайық. Алмас 40 ұпайдан 3 жинапты, яғни 120 ұпай жинады. Және 30 ұпайдан 3 рез алыпты, 90 ұпай жинады. Яғни 120-ға 90-ды қоссақ 210. Алмас барлығы 210 ұпай жинапты. Келесі Қайрат 40 ұпайдан 3 рез алыпты, 30 ұпайдан 4 рез алыпты. 120-ға 120-ны қоссақ 240. Яғни Қайрат Алмасқа қарағанда көп ұпай жинапты. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Бірінші суретке үстінен қарағанда қай фигура сәйкес келеді дейді. Әрине, Ә нұсқасы сәйкес келеді. Бүгінгі сабағымыз ұнаса балалар, осы каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.